Барлығына сәлем. Бұл видеода біз қазіргі трендтегі шашты жинап тұруға арналған повязканы тігетін боламыз. Ол үшін бізге осындай созылатын трикотаж матасы қажет, және ол қайтадан қалпына келетіндей болуы керек. Мен қазір осы түстен тігетін боламын. Енді бізге өз өлшеміміз бойынша выкрика құрастыру керек болады. Мынау бізде басымыз болсын, басымызды осылай өлшейміз айналдыра. Менде бұл 58 сантиметр шықты. Біздің жалпы повязкамыздың мына ені 7 сантиметр, осындай екі қабаттан тұрады. Енді осы 58-ді көбейтеміз 0,7-ге. Сізде мына жерде 56 болуы мүмкін, 55 болуы мүмкін, өзіңіздің өлшеміңізді тұрақты 0,7-ге көбейтесіз. Менде 40-6 шығады. Енді осы 40-6-ға 2 сантиметр қосамын, 42-де 6 болатын ұзындық. Неге 2 сантиметр? Тігіске 1 сантиметр кетеді. Енді ені 7 сантиметр бізде дайын күйінде, екі бүктелген болса 14, және жан жағына 1 сантиметр тігіске, сонда 16 сантиметр ені болатын осындай бөлікті қиып аламыз. Енді тігуді бастайық. Бөлшекті бөлікті қиып аламын. Мінекей. Мынау бізде оң жағын бір-біріне беттестіріп, инемен түйреп аламыз. Басынан соңына дейін закрепка беріп, тігіп шығамыз. Мінекей осылай тігіп алғаннан кейін, мына екі қосымша припускты екі жаққа қаратып үтіктейміз. Бізде екі басы бар, бір басы, екі басы. Енді мына жаққа, мына жақты алып келемін. Яғни осылай тартып, ішке кіргіземін. Мына тігіс бізде дайын күйінде мына повязканың артында осылай жатуы қажет. Мынау алды жағы, мына жандары және арты. Енді осы тігіске 1 сантиметр жеткізбей, біз қазір түйрейміз. Және тағы бір түйрейміз, 1,5 сантиметр, 2 сантиметр. Осылай. Осы жерді тікпейміз, себебі қазір бізге оң қаратуға осы тесік қажет болады. Қалған шетін бәрін айналдыра, закрепка беріп тігіп шығамыз. Мінекей, мына екі аралықты тіккен жоқпыз. Айналдыра, басқа жерін тігіп шықтық. Енді мына бізде қалыңдықты қазір қиып алып тастауымыз керек. Және бұйымды оң қаратамыз, асықпай. Сыртынан осындай таза повязка пайда болады. Ішінен қазір мына жерді қолмен жасырын тігіспен тігіп тастаймыз. Бұйымды толықтай үтіктеп шығамыз қазір. Біздің басымызға арналған бау пайда болды. Өте ыңғайлы, тігілуі өте оңай, міндетті түрде тігіп көріңіз.